Мына өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бейсенбайұлы, сіз мына жерде 20 минут баяндама жасадыңыз, 1 сағат жауап бердіңіз. Сол осы сұрақ әңгімелеріңіздің ішінде ауыл шаруашылығы жөнінен ауыл шаруашылығына мынандай тіл жасап жатырмын деп өнеркәсіп министрінің аузынан бір сөз шықпады. Мынау менің жалпы мына министрге және бүгінгі мына қатысып отырған басқа өкімет мүшелеріне айтарым. Егерден біз Қазақстанды аграрлы ел мемлекет ретінде сіздер мойындамайтын болсаңыздар, онда Қазақстанның болашағы болмайды. Онда бүгін мына сіздер айтып отқан жаңағы ана жерден зауыт салам, жерден мәшine салам, бәрі бос сөз. Мәселе солай, құрметті ағайындар. 20 миллион халық тамақ жейді. Отырған барлық министр, барлық шенеунік, бүт Қазақстандар тамақ жейді. Мен сол жаным ауырады. Сіздердің бір сөздеріңізді жақсы естігім жоқпын. Мынау сұмдық қой, айналайындар ау. Ауылдың бітті тоздырып бітірдік. Ауыл 6295 ауыл қалды. 1500 ауылдың бәрін талқанын шығардық. Оптимизация, ақша керек деп. Ең алдымен адами фактор бірінші кезекте болу керек. Ақша емес. Мәселе солай, Шалапаев мырза. Енді, мынау менің жаңағы Айдарбек Асалұлына, Бақытжан Базарбек әріптестеріме рахмет. Өйткені біз мына сайлаушылармен елдің ішінде көп жүреміз. Мәселен, мынау ауыл шаруашылығы мәселесі жөнінен. Ауыл шаруашылығы мәселесі жөнінен президент тапсырма қойды. 2,5%-ке ауылдағы еңбек өнімдерін арттыру керек деді. Ал енді айналайын өнімдікті қайта өндіреміз, күрекпен, балтамен, айырмен жүріп жұмыс жасаймыз ба? Жан-жаққа қарайық та. Мәселен, бізде Қазақстанда, ол шетелдің дүниесін айтпай-ақ қойық, Қазақстанда 18 әртүрлі ірілі ұсақты мынау ауыл шаруашылығының зауыттары бар. Құрастыратын, жинайтын, локализация жасайтын 18 зауыт бар. Сол 18 зауытта бүт қазақстандықтар жұмысайды, жастар жұмыс жасайды. Облыс орталықтарында. Мен ол жаңа зауыттың бәрін аралап көрдім. Біз мынау лизинг деген әңгімені айттық. Президент 22 жыл тапсырма берді өкіметке. Одан беріға менің биыл 3 жыл өтіп жатыр. Биыл мәселен 7 жаңағы ақпан күні президент өкіметтің кеңейтілген мәжілісінде жаңағы Айдарбек Асалұлының сөзін қайталап айтамын. 450 миллиард ақшаға жеткізді. Одан әне күні сәуір айының бас жағында Бектен мырза өкіметтің жаңадан басшысы ол кісі 1 мамырға дейін 100 миллиард теңге ақша бөліңдер деді. Бүгінгі күнге дейін көк тиын ақша бөлінген жоқ. Сонда өкіметтен не күтуге болады, құрметті ағайын? Мен мәселен мынау Қазақстанды мынау үлкен бір шаруашылықтармен бағалаймын. Мен мәселен 10 жыл колхоздың бастығы болғанмын Совет үкіметі кезінде. Мынандай тәртіпсіздік болған емес. Мынау деген сұмдық қой, айналайындар ау. Елге бүт публикаға өкімет мынандай шешім қабылдады дейді. Оны сіздер орындамайсыздар. Сіздер мемлекет басшысын мына халықтың алдында жаман көрсетіп жатсыздар. Орындау керек, шамаларыңыз келмесе айту керек. Мына қолыңыздан келмейді деп. Не деген сұмдық? Мемлекеттің басшысы шешім қабылдайды, тапсырма береді. Өкіметтің басшысы, премьер-министр тапсырма береді, ол орындалмайды. Біз осыдан 3-4 күн бұрын аграрлық мәселелер жөнінде комитетте қарадық. Сол жерде жаңағы атқарушы биліктің тұтқасын ұстаған қаржы министрі бар, экономика министрі бар, басқа министрліктердің өкілдері келді. Ешқандай жауап жоқ. Ертең бүрсі күні орыстар айтады ғой жаңағы, весенний день год кормит дейді. Қазақтың бір күні жылғазы ол. Бүгінгі түспеген, бүгінгі қаражат, бүгінгі жасалмаған техника, ол қашан керек ол? Келесі жыл керек жоқ қой, құрметті ағайын. Өмір сүруіміз керек қой. Сондықтан сіздер мына қатты көңіл бөліңіздер. Өнен кейін, мынау мәселен, секунду. Что-то отключили. Или... Мынау неге өнеркәсіп министріне қарайды бұл сұрақта. Мәселен, біздегі ауыл шаруашылық өнімдері бар мәселен. Теріміз бар, жүніміз бар. Осы тері жүн дегенге тек әбден тіліміз жауыр болды ғой. Неужели бір тек осы Қазақстанда тек бәріміз шабамыз келмейді. Әр регионды ешайт етіп, ауыл шаруашылық министрімен, сауда министрімен ақылдасып, өнеркәсіп министрі бір тері өңдейтін зауыт, жүн өңдейтін зауыт, осыларды істеп бір ретке келтіруге болады ғой. Мынау жаман деп айтпай-ақ қойып, мына жанымыздағы көрші Монғолиядан қалып қалдық қой, құрметті ағайындар ау. Кішкене намыс болу керек қой.
Мынау мемлекет өзіміздің мемлекет қой, құрметті ағайын. Сондықтан мен ойлаймын, мына өзгеріс жасаңыздар. Расында да мына бір тірлік болатын болса да сапалы тірлік болу керек қой. Ана желдірме сөздің, өтірік отчеттің бізге керек жоқ. Мына менің әріптестерім жаңа қойған талабын қолдаймын. Өкімет мүшелері келгенде сіздер жауапты қызметтесіздер. Егерден қолдарыңыздан келмейтін болса, қазақта айтқан, жаңағы өзің қолыңа көтере алмайтын жаңағы нені, шоқпарды көтерме деп. Шоқпарды көтеретін адамдар табамыз 20 миллионның ішінен. Мәселе солай, құрметті ағайын. Сондықтан бүгінгі мынау өкімет мүшелерінің берген есебіне мен көп қоштамаймын. Өйткені мына ауыл шаруашылығы жөнінен ешқандай әңгіме жоқ. Біз аграрлы мемлекетпіз. Осыны мойындаңыздар ең алдымен. Егерден бүгін фермерлерге жағдай жасалмай, егерден фермерлердің жағдайы бүгін мынандай қиын жағдай осы беттен қаймайтын болатын болса, бізге өте жағдай қиын болады. Ең алдымен мемлекеттің азық қауіпсіздігі бірінші кезекте тұру керек. Мен жай сөйлемеймін, сіздер мен дұрыс түсініңіздер. Мен дауыстап сіздер жан жақтарыңызда, мына құлақтарыңыздан кіріп, арғы екінші құлақтан шықпайтындай болсын деп дауыстап айтып отырмын. Айтайын дегенім осы. Рахмет сіздерге.